So, демек бүгін мен сіздерге жақсы бір структураны түсіндіріп бермекшімін. Бұл writing үшін жүді ахметлі, writing эссейларда жақсы бір грамматика түрі есептелінеді. Яғни it is plus adjective plus that plus subject plus should plus verb one. Ямаса subjunctive mood, яғни should'тың түсіп қалуы. Демек төмендегі adjective, яғни келбеткілерменен осы структура жасалады. Strange, odd, funny, natural, disappointed, vital, surprising, typical, interesting, shocked, essential, actual, necessary, important, surprised. Демек, мысалларға қарайтын болсақ, it is strange that AI robots should replace human jobs. You see? Бұл яғни ғалатты дейді, бұл қызық. Яғни суни интеллект роботларының адамның жұмысын алмастыруы қызық дейді. Should болып тұрды, бұл жерде келіп, міне, AI robots should replace human jobs. Яғни суни интеллект роботлары адамның жұмысын алмастыруы қызық дейді. Ғалатты дейді бұл. It is strange that. Екінші мысал. It is odd that the age should matter to identify the same class students' knowledge. Odd сөзі де adjective, бұл қызық, ғалатты деген мәністі білдіреді. Яғни бұл қызық, яғни бірдей класста оқитын студентлердің, оқушылардың білімін анықтау үшін жастың ахметке ие болуы қызық дейді. Жастың ахметке ие болу керектігі қызық. Енді ұсыны subjunctive mood қылып жазып беретін болсақ, should түсіп қалады. It is strange that AI robots replace human jobs. Қараң, should жоқ. Тек фиілдің бірінші формасы келді. Екінші мысал. It is odd that the age matter to identify the same class students' knowledge. Бұл қағиданы білмеген адамлар, subjunctive mood екенін білмей тұрған адамлар, the age үшінші бетте деп тұрып, фиілге s қосымтасын қосып жіберуі мүмкін. Бұл қате, қосылмайды. Бірінші формада тұра береді фиіл. Бұған көп мысаллар түзуіміз мүмкін. Мысалы, it is important that young students, young children should start learning foreign languages from the first grade. Гапты бір жақсы структура жасап бере алады біздерге.